Достар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Келесі біздің тақырыбымыз ол отбасы және достарыңызға бағытталады, яғни family and friends. Жалпы сіздің отбасыңыз, достарыңызбен қарым-қатынасыңыз, университетте оқуыңыз деген сияқты, ол барлығы сіздің отаныңызға деген сүйіспеншілігіңіздің басты бір факторлары болып табылады. Яғни олар туралы сіз қаншалықты көп информация білсеңіз, соншалықты, яғни елге қайтуға деген жалпы себептеріңіз бар екенін сіз көрсету арқылы визаны мақұлдау мүмкіндігі жоғары болады. Жалпы, сондықтан да сіз ата-анаңыз туралы барлық информацияны білуіңіз керек, яғни олардың туған күндері, қайда жұмыс жасайтыны деген секілді. Себебі кейбір адамдар болады, өзінің ата-анасының туған күнін шатастырып алып жатады деген секілді. Одан кейін сіздің бірінші реттегі туысқандарыңыз, ата-анаңыз, әпке ағаларыңыз немесе ата-анаңыздың туысқандары Америкада тұрған жағдайда, яғни олар ол жақта жұмыс жасайтын болса, оқитын болса, олар туралы барлық ақпаратты білу сіздердің міндеттеріңіз. Себебі олар туралы сізден иммиграциялық мәртебе құжаттары немесе басқа да шақыртуларды сізден сұрайды. Сол кезде абдырап қалмас үшін міндетті түрде оның барлығын заранее дайындап қойыңыз. Енді сұрақтарға келетін болсақ, ата-анаңыздың аты кім деген сияқты, what's your mother's name, father's name деген секілді. Сіз сол кезде айтасыз, my father's name is Берік and he is 44 years old, my mom's name is Гүлнұр and she turned 43 last October деген секілді. Бұлай кішкене креативні ата-анаңыз туралы ақпаратты жеткізіңіз. Келесі маңызды сұрақтардың бірі ол бізде ата-анаңыздың жұмыс орнына байланысты. Яғни what's your mother's or father's profession, what do your parents do for living, what's your parents occupation деген секілді сұрақтар. Ол кезде сіз олардың профессиясымен байланысты екеніңізді көрсете білсеңіз өте жақсы. Яғни сіздің әкеңіз яғни суретші болып жұмыс жасайды, және де мен кішкентай кезімнен бастап онымен сурет салғанды жақсы көремін. Немесе біз үйіміздің проекциясын бірге құрғанбыз деген секілді бір креативный бір нәрселерді заранее дайындап қойсаңыз өте күшті болады сіз үшін. Немесе ата-анаңыз, мен анам мысалға мұғалім болып жұмыс жасайды, және де біз бірге сабақ оқығанды жақсы көреміз. Қазіргі күннің өзінде біз бірге кітап оқимыз деген секілді байланысыңызды бір қосып жіберіңіз. Себебі сол кезде сіз осы ата-анасын жақсы көреді екен ғой, балансы күшті екен ғой, және де қайтуға деген мүмкіндігі бар екен деп ойлайды. Сондықтан да өзіңізге консулдың сеніміне кіріңіз, былайша айтқан кезде. Келесі, екі сұрақты айтамын, қазір оның айырмашылығын сіздер білу керексе. Are you the only child? Are you the oldest child? Яғни сіз отбасыда үлкен баласыз ба, немесе жалғыз баласыз ба деген сұрақ. Яғни сіз жалғыз баласыз ба деп тұрса, мен үйдің үлкенімін деп тұрсаңыз, как бы айтады, не айтып тұрсың деген сияқты кішкене ашуландырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да only child деп тұрса, no, I have a little brother, his name is осындай, he is 14 years old, he's a schoolboy деген сияқты ол туралы айтып кетіңіз. Немесе are you the oldest child деп, yes, I'm only child деп айтып тұрмаңыз. No, I am the only child and I have no brothers and sisters деген сияқты белгілі бір нақты тоқталып айтыңыз, және де осы екі сұрақты шатастырып алмаңыз, қойылған жағдайда әрине. Енді do you have any brothers and sisters деген сұраққа енді осындай байланысты сұрақ. Сізде қаншама бауырларыңыз болған өзінде, мысалы мен үйде 5 баламын, мен жаңағы 5 балаға міндетті түрде тоқталып айтып кету керекпін. Мысалы менен кейін осындай інім бар, одан кейін сіңілім бар, одан кейін тағы 2 інім бар, олардың аттары кім, және де жастары қанша, қай мектепте оқиды. Енді сол ақпараттарды білсеңіз, соның барлығын айтып кетіңіз. Біреуін болса да тастап кетпеңіз, сізді тоқтатқанға дейін олар туралы ақпаратты айта беріңіз, жақсы ма? Себебі как будто біз олармен бірге байланысымыз жоқ сияқты екен білсеңіз, бір Америкаға қашып кеткісі келіп тұр, отбасымен араласқысы келмейді деген ой туындауы мүмкін. Келесі маңызды сұрақтардың бірі сіздің ата-анаңыздың осы программа туралы ойы қандай? Яғни сіз олардың рұқсатын алдыңыз ба, сенімі қандай деген сияқты сұрақ болуы мүмкін. Сол кезде сіз енді қандай проблемалар болмасын, барлығынша позитивті түрде барлығын түсіндіруге тырысыңыз. Яғни ата-анам мені қолдайды барлық шешімдерімде, және де мен осы шешім үшін қуанышты, менің саяхаттағанды, ел көргенім, жер көргенімді қалайды. Сондықтан да басқа мемлекеттің мәдениетімен танысу үшін маған үнемі қолдау көрсетеді деген секілді кішкене болсын жеткізуге тырысыңыз. Бірақ жоқ, мен ата-анам осылай жасаған басында, потом мен оларды осылай көндірдім деген сияқты керек емес. Тек қана позитивті нәрселерді айтыңыз, және де оны нақты көрсетіңіз. Жалпы біз негізі осы барлық сұрақтардың барлығын жаздық, оларға жауаптар қалай болу керек екен, методичкаларға барлығын өзіміз жасап қойдық. Сондықтан да оларға біз сілтеме қалдырамыз. Қарап, бізбен бірге дайындалыңыздар.